Ит жейде баланың мынау жарық жалғанда киетін ең алғашқы киімі. Оны тек кіндік шеше әкеледі. Бұл кәдімгі жейде сияқты емес. Қолтығынан ойып, жең шығарып, қолмен көктеп тіккен уақытша киетін көйлек. Нәрестенің терісі тым нәзік болғандықтан жұмсақ матадан тігісін сыртына қаратып, кең, мол әрі ұзын етіп тігіледі. Мұның өзіндік мәні бар. Біріншіден, баланың емін-еркін жатуына ыңғайлы болсын деген. Ал негізінен басты мағынасы тереңірек жатыр. Тіршілік деген бір қалыпты зырылдап өте шығар тақ жол емес. Өрге де өрлейсің, төменге де сырғисың. Күн мен түн секілді жақсылық пен жамандық, молшылық пен жоқшылық бірге жүреді. Аққан селдей, ескен желдей өте шығар қысқа өмірде. Таршылық көрмесін, басына тартса аяғына жетпейтін мұқтаждықты тірелмесін деген ақ тілеумен ит жейдені берекелі етіп тіккен екен. Кейінгі заманның кіндік шешелері дүкеннің дайын киімін алады. Жейдесі кіндігіне де жетпейді. Ата-бабаларымыз жақсы сөз жарымырыз деп сөз киесін жете ұққандықтан айтқан. Олар жаратылыс пен адам болмысын байланыстыра отырып тұрмысқа енгізген ырым, тыйым, әдет-ғұрыптарды ойсыз, негізсіз шықпағаны аз да болса зерделі адамды бейжай қалдырған емес. Осынау ұлан ғайыр, кең байтақ жерге иелі кеткен көшпенділер атанған халық ерлігі мен өрлігін, парасаты мен даналығын шартарапқа танытып, тұтастығын мойындата білгені тарихи шындық. Бүгінде қарап тұрсаңыз, өз елінде, өз жерінде үйсіз-күйсіз күн кешіп, базарда ала қоржын арқалап, жан бағыстан жарапазына түсіп, басына тартса аяғына жетпей, тұрмыс тауқыметін тартып жүрген өз қазағымыз емес па? Қай тұста ата жолынан адастық, қай жерде жаңылып жаза бастадық? Туралықтан қашан тайдық? Жауап іздейміз, себеп іздейміз. Біз бір күнде жетпедік қой бұл күйге. Тасын ала берсе тауда таусылады дегендей, ана жерден, мына тұстан там-тұмдап ұлттық қасиетіміз мұжыла берді. Сөйтіп көп аздан көлемді көп жиналғанын білмей қалдық. Тікелей итжейдеге қайта оралайық. Оны сәби қырқынан шыққанша киген. Баланы қырқынан шығарғанда ит көйлекке өрік мінез тәтті мәтінні түйіп, иттің мойнына байлап жібереді. Балалар итті қуып жүріп ұстап, не алдап шақырып, мойнындағы жейдені шешіп алып, ішіндегісін талап жейді. Босаған жейдені үлкендерге қайтарып беріп сый алады. Қазақ халқы итті жеті қазаның бірі деп әтеуірлейді. Ит адамзаттың жер бетіндегі алғашқы серігі, қорғаушысы әрі иесіне адал берілген күзетшісі. Адам ата мен Хауа ата пейіштен қуылғанда ит олармен бірге келген деген аңыз әлем халықтарының бәрінде дерлік бар. Иттің және бір қасиетті көптеп күшіктейтіндігі де. Баланың артынан бала ерсін, шаңырақ баланың шуына толсын деген тілек жатыр. Содан кейін тілімізде ит жанды деген сөз бар. Иттің төзімділігіне байланысты айтылғандықтан да баланың бойында қайсарлық пен табандылық, адалдық қатар өрілсін, тіршілікте кезігер қиындықтарға төзе білсін деген ақ ниетпен ит жейде итке байланған. Сол жейдені бала көтермей жүрген әйел қалап алатын да салт болған екен.
осы жерде сонау жас кезімде болған күні бүгінге дейін көз алдымнан кетпей, жадымнан шықпай жүргені бір кішкене көріністі айтудың реті келіп тұр. Анамның Атамкүл дейтін туысы бар еді. Сол нағашымда Алматыда тұратын үйлі-жайлы екі ұлы екі жағынан үгіттеп қалаға көшіріп әкетпекші болды. Сонда нағашым ұлдарына: «Қайда жүрсеңдер де Құдай беттеріңнен жарылқасын. Менің бата тілегім қашанда сендермен бірге. Түстік өмірім бар ма, жоқ па білмеймін. Ол тек бір Аллаға аян. Тоқымдай жерге сиятын томаршадай тәнімді сүйреп, туған жерімнен ешқайда қозғалмаймын. Мына жерге аталарым ат байлап, аналарым күл төккен, кіндігім осында кесіліп, ит жейдемді иттің мойнына осы жерде байлаған», деп туып өскен қарқарасын құшақтағысы келгендей құлашын жайып тұрып қалды. Жасы 70-ке келген адамның өзі көрмеген ит жейдесін есіне алғаны сол кезде маған күлкілі көрініп еді. Кейін түсіндім, екі ауыз сөзбен туған жеріне, өскен отанына деген шексіз адалдық пен сүйіспеншілік ғажап үлгісін айтқан екен. Қайран баяғының иман жүзді ардақ қарттар-ай, десеңізші.